Алдын сарайды әктегеннен осындай жарты пакет әк қалған еді, соны шелекке салдым. Темір шелекке сонымен суды құйып, колонкадағы тоқтатып едім, осылай атқылап кетті. Атамнан ұрыс естіп алдым, мына жердің бәрін не істедің деп. Қазір жуып жіберсем кетеді ғой деп едім, жуып жіберіп едім, кетіп қалды. Сарайдың мынау до түрі, әктейін ба әктемейін ба деп ойланып тұрғам ғой. Әк болса әктейін, болмаса әктемеймін деген ғой. Сөйтсем әк бар екен, сонымен әктеп шықтым. До түрін жақсылап көріп алыңыздар. Былай ұзыннан сарай салып тастаған ғой есіктің алдына атамызшы. Тамақты ішіп алдық та кешкі салқынмен осылай зырылдатып тұрып әктеп шығайын дедім. Сиыр да кеп қалды. Осы кезде жағаласып бәрі неғып тұрады ғой, ыдыс жуу керек, тамақ ішіп болғаннан кейін қараңғы болып кетпесін деп ертең айтқа дейін үлгеруім керек деп жүрмін ғой. Ол үшін ертерек істеп қоймадың ба деп айтпай ақ қойыңыздар. Күнде бір тірлік шығып тұрады. Әйтеуір қолымыз тимейді, аяқты созып жатып жатқан жоқ. Этаж үйде домда тұратындарға өмірі жизнь ғой негізі. Біз жақта бір тірлік бітпейді ғой. Күнде бір тірлік, күнде бір тірлік, білмеймін, бітіп жатқаны да жоқ, оның таусылмайтын тірлік қой.